Екі қасқыр туралы әпсана. Әр адам өмір бақи жан дүниесінде арпалысып өтеді. Себебі ішімізде екі қасқыр өмір сүреді, деп бастады әңгімесін көреген үндіс. Қалай сонда екі қасқыр? Деп сұрады таң қалған кішкентай бала. Оның бірі зұлымдық, қорқыныш, ашу, қызғаныш, реніш, өкпе, тәкаппарлық, сараңдық, менмендік, залымдық, аяушылық, өзіңді кінәлау. Екінші қасқыр адамгершілік, қуаныш, бейбітшілік, махаббат, үміт, мейірім, жомарттық, ақиқат, сенім деп жауап берді қария. Сонда қай қасқыр жеңеді, ата? Деп сұрады бала. Бала қатты қобалжып тұр еді. Ол шындықты білгісі келеді. Қай қасқырды асырап, жем берсең, сол жеңеді деп жауап берді атасы күлімдеп.